Жалпы қай жұмада болса да айтылып жатқан тақырыптың бәрі өте маңызды дінімізде. Енді оның ішінде ең маңызды тақырыптың біреуі дейтін болсақ, бұл артық айтқанымыз емес. Жалпы ата-ананың дәрежесін Алла Тағала өзінен кейінгі орынға қойып қойған Құран-ы Кәримде. Ислам діні ата-ананың орны мен қадірін әрқашан ең жоғары дәрежеге көтереді. Өйткені ата-ана адамның өмірге келуінің себебі. Жалпы жаратылысты жаратқан Алла Тағала екеніне ешкімнің күмәні жоқ. Біздердің ата-аналарымызды да, олардың ата-аналарында, олардың ата-аналарында барлығын жаратқан адам ата Хауа анадан бері қарай соның бәрін өрбіткен Алла Тағала екенінде ешқандай күмән жоқ. Бұл таза біздің сеніміміз. Бірақ соның ішінде енді ата-ананың дәрежесі неге жоғары тұрады деген уақытта, сол біздердің дүниеге келуімізге себеп қылып қойған Алла Тағала кімді? Сол біздің әкеміз бен анамызды себеп қылып қойған. Мінекей сол үшін бұл кісілерді Алла Тағала Құран-ы Кәримде өзінен кейінгі орынға қояды. Құран мен сүннетте ата-ананы құрметтеу тек ізгі амалдардың бірі емес, иманның ажырамас бөлігі болып есептелінеді. Пенденің рухани кемелдігінің көрінісі ретінде қарастырылады. Алла Тағала өзіне құлшылық етуді әмір еткеннен кейін бірден ата-анаға жақсылық жасауды бұйырғаны олардың діндегі орнының қаншалықты биік екенін көрсетеді. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәримнің Ниса сүресінің 36 аятында Аузу биллахи минаш шайтанир раджим Бисмиллахир рахим Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсаnan ва бизил қурба вал ятама вал масакин. Садақаллахул азим. Бір Аллаға құлшылық жасап, оған еш нәрсені серік етіп қоспаңдар. Ата-аналарыңа, сондай-ақ жақын туыстарыңа, жетімдерге және кедей-кепшікке жақсылық жасаңдар деп айтып жатыр бұл аятта. Яғни, баланың жарқын болашағы мен бақыты үшін тыным таппай шарқ ұрған ата-ананың балаға деген мейірімі мен өмірде тартқан тауқыметінің қандай болатынын кесіп-пішіп айту аса қиын. Сол үшін қазақ атамыз не деп айтады? Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дейді. Балалы болмай тұрып, ата-ананың қадірін білу мүмкін емес та адамға. Өзің әке болғанда әкенің қадірін білесің, өзің ана болғанда ананың қадірін білесің. Енді бұл жерде тағы да ана өте жоғары дәрежеге көтерілген дініміз исламда. Неге деген уақытта адамның пайда болуы ананың құрсағында басталады. Ананың құрсағында басталып, сол ана өзінің құрсағында жаңағы баланы 9 ай бойы көтеріп, өзінің қаныменен, Алланың қалауымен қоректендіріп, оны дүниеге әкелетін уақытта сондай қиыншылықтарға тап болады. Бұны бірде-бір еркек адам біз түсіне алмаймыз. Оны неге деген уақытта біз тумаймыз да? Сезінеміз. Анаға ол нәрсенің өте қиын екенін біз білеміз, бірақ не істейміз? Біз оны бәрібір ақиқи аналар сияқты түсіне алмаймыз. Өйткені еркек тумайды. Қараңыз. Мінекей, ата-ананың қадірін түсініп, оларды Алланың мейіріне бөленуге себепкер деп білгендер бұл дүниеде де, арғы дүниеде де бақытты жандар. Яғни сол ата-ананың қадірін түсіну, ата-ананың разылығын алу, бұл адамды екі дүниеде де бақытты қылатын не екен? Амал екен негізінде. Ата-ананың разылығын ала алмау екі дүниеде қор болып өтуге себеп болатын нәрсе екен. Қараңыз. Енді осы нәрсені ақын Мұқағали көкеміз былай деп айтады. Анашым, асыл анам, есіл анам, елжіреп есіркеймін, есіме алам. Мен үшін сен суалтқан ақ сүтіңді ақтамасам, болып жүрмін несіне адам дейді. Мінекей қараңыз. Қандай ке? Жалпы Мұқағали Мақатаев көкемізді жалпы қарап оқитын болсаңыз, бұл кісі діндар адам болған да. Бірақ өкінішке орай ол кісі сондай уақытта өмір сүрді. Атеизм заманында өмір сүрді. Құдай жоқ, дін апиын деген заманда сондай идеология өршіп тұрған уақытта өмір сүрді. Сондықтан да ол кісінің осы иманы да ол кісіге не бермеді, тыныштық бермеді. Мына жақтан жүріп жатқан идеология екеуі соғысып отырды. Содан кейін бұл кісіде сондай керемет өлеңдер туындағанда. Оқып отырсаңыз, ол кісінің өлеңдерін қандай керемет, кәдімгі
Алланы анық таныған адамның нелері, айтқан сөздері.